кейін осы үйімді сатып, осы бизнеспен айналысып бастағанда түсіндім, оказывается, менің нәрсем екен бұл. Мен бұған дейін әртүрлі бизнеспен айналыстым. Мен сүт саттым, творог саттым. Жаңа айтып отырмын, 16 сиыр ауылда сатқаннан кейін жақта күйеуім сиырмен айналысты, сүтін саттық, творог жасадым. Қытаймен бизнес, Қытайда бір кілемдер болды, арзан бір. Сондайларды алып кеп саттым. Турцияға барып киім әкеп саттым. Енді әртүрлі, потому что бала-шағаны асырау керек деген сөз. Асырып көрдім, бірақ именно ең соңында мен түсінгенім, менің нем осы екен. Енді көп әйелдер енді осы тема оларға да жақын болады деп ойлаймын. Сондықтан бір жағынан ойлаймын, бұл таза әйелдердің жұмысы деп. Мысалы, мен университетте істегенде таңғы сағат 8-ден басталады сабақ, кешкі сағат 8-ге шейін. Жұмысың бітпесе сен 10-ға шейін отырасың. Ол кезде уже баласаң ұмытасың сен. Сонда мен армандайтын, маған осы свободный графикпен жұмыс бар ма екен осы? Өзім барған кезде баратын, барған кезде бармайтын. Осы бизнеске келгенде түсіндім, бұл осы бизнес менікі екенін түсіндім.